Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Тренд Таймс. Бүгін біздер достар, тіркелмегендер болса тіркеліңіздер, подписацияны басыңыздар, тез айты достар, басыңдар, лайктарын басыңдар, комментарияны жазыңыздар. Хей, ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, достар, қазір сіздер супер бомба кино көретін боласыздар. Сондықтан арнаға қазірден бастап тіркелейік және де лайктарыңызды аямай басып отырыңыздар достар. Ал ендеше тамашалайық. Али Кезет пен Нұрчан олдың өзі айтып тұр ғой, тіркелсе деп айтқандарын істесе. Жарайды, енді бүгінгі видеода біз өздерің түсінгендей Али Кезет пен Нұрчан олдың табыстарын есептейтін боламыз. Олардың қайсысы көп табады, соны салыстыратын боламыз. Өткен видеода мен пазлдың табысын есептеген болатынмын, бірақ та бір жерден қате кетіппін. Тіпті пазлдың өзі жазған болатын бұл туралы. Сенбейсің ба? Сенбейсің ба не? Мә онда. Сол себепті қай жерден қате кеткенді ойланып көрдім. Бүгінгі видеода кішкене басқаша істейтін боламыз. Әрине, қазір алдыңғы видеодағыдай бәрін түсіндіріп отырмаймын, тек бір нәрсе басқаша болады. Алдында ютуберлердің табады деген аналитикадағы зат арқылы есептеген болатынмын. Енді ютубтың реклама үшін өзінің алатын ақшасы арқылы есептейтін боламын. Ютуб сол өзінің алған ақшасының 68%-ын ютуберге береді. Ал ендеше тезірек есептеуге кетейік. Али Кезетте қазіргі күні 991 мың подписчигі бар. Ал арнаның жалпы қаралым саны болса 154 миллион. Алдымен оның айына қанша просмотр жинайтынын Social Blade сайтынан көріп алайық. Али Кезет айына 5,5 миллион просмотр жинайды екен. Рекламалық просмотр арнаның жалпы просмотрының 20% болып келеді. 20%-ын тапқан соң ол осы просмотрлардан қанша ақша табатынын есептейміз. Жоқ, бұнымен әлі біткен жоқ. Али Кезет $715 таппайды. YouTube енді осы $715-дың 68%-ын ғана Али Кезетке береді. Сонда ол YouTube арнасынан айына $480 алады. Бұл дегеніміз 200 мың теңге. Әрине, бұл нақты сумма емес. Егер ода просмотр көп болса, ақшаны да көбірек табады әрине. Сонымен қатар оның басқа да каналдар бар екен білесіңдер, олардан да табыс табады. Мен тек оның басты каналы Али Кезет каналының табысын есептедім. Сонымен қатар ол Али Кезет каналында AdNextBetке тағы да басқа нәрселерге жарнама істегенін көрдім. Оның бір видеодағы жарнамасы шамамен 100 мың теңге тұрады. Мысалы менде Джони көп күтеді да, оны Джони түсірсе миллионды жинап береді. Именно осы YouTube арқылы айына қанша ақша табасыздар? Мысалы, сен бір видеоңда бір канал өзін пиар жасағысы келеді. Соларға қанша ақша төлейді? Өздерің көрген боларсыңдар, Нұрчан Мейрам күні студиясының соңғы фильміне түсті. Сол кезде Мейрам Нұрчан мен Эдди Форбс екеуінен Мастер Мейрам деген екінші каналында интервью алды. Сол интервьюда ол өзінің табысын айтқан болатын. Бұл шын ба, өтірік ба, қазір тексеріп көреміз. Айтамыз, кейде 100 мың, кейде 200 мың, кейде асып та кетеді. Теңге ме? Иә, теңгемен санағанда мысалы. Кейде одан да асып кетуі мүмкін. Нұрчан қазіргі күнде 787 мың подписчигі бар. Арнаның жалпы просмотры болса 200 миллион. Айына Нұрчан 18 миллион 500 мың просмотр жинайды екен. Ендеше есептеуге кеттік. Тура жаңағыдей жалпы просмотрдың 20%-ын тауып аламыз. Бұл дегеніміз 3 миллион 700 мың просмотр екен. 3 миллион 700 мың просмотрдан Нұрчан $2400 табады. Бірақ та YouTube оның тек қана $1600 береді. Бұны теңгеге айналдырсақ, ол почти 700 мың теңге. Демек Нұрчан өзінің табысын жасырып қалды. Интервью кезінде өтірік айтты. Оның да екінші арнасы бар, бірақ тек Нұрчан арнасының өзінен 700 мың теңге табады. Және әр рекламасы ода 200 мың теңге тұрады. Сонымен Али Кезет пен Нұрчан табысын анықтадық. Егер видеоны ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркелегет. Достарыңмен де бөліс, достарың олардың қанша табатынын біліп жүрсін. О, қараңдар, мен де пазл сияқты девиз ойлап таптым. Тренд Таймс пен трендте бол.